Таудың басына жетіп қалдық. Мына екі тастың ортасында Нұх пайғамбардың кемесі тоқтаған аңыз бойынша. Сол жерге жетеміз. Керемет. Қайырлы таң. Шымкент қаласында ғана қыстың ортасында далада болғанда ұйықтауға болатын шығар. Бүгін 10 қаңтар 2026 жыл. Бүгін мен сіздерге Қазығұрт тауына қалай жету болатынын видео түсіремін. Ютубта бүгін бірінші күн видео түсіріп жатырмын. Ал кеттік. Келіп қалдық. Жеміндеп көтеріліп жатырмыз. Қазығұрт тауының басына. Қар жоқ. Қыстың ортасы. Таудың басында қар бар. Так, міне туристермен келдік. Қазір жеміндеп көтеріліп, таудың басына шығамыз. Таудың басы осы жерден көріледі. Анау жерде таудың басы. Нұх пайғамбардың кемесі тоқтаған жер. Анау жалаулар көрініп тұр ғой. Сол жер. Адамға тиіп қалуы мүмкін. Сол үшін асықпай жеміндеп жүреміз. Ыстықтарыңыз ба? Қатты. Естіп шешінген жақсы. Тауға шыққан кезде кәдімгідей ыстықтайсың даже қақаған қыстың өзінде. Бүгін тем более күн жылы, күн шығып тұр. Арай келетіп. Кәдімгі көктем болып тұр ғой. Жеміндеп жиналып жатырмыз. Потихоньку. Қалайсыздар? YouTube канал түсіріп отырмын. Бүгін бірінші рет YouTube жүргізіп көрейін деп жатырмын да. Қалай болатынын білмеймін. Түсірмегем, мына бірінші видео ғой. Мына горизонтально түсірсе көп адам сияды екен ғой. Әбден үйреніп қалғанбыз, мына вертикальныға еш нәрсе сыймайды. Горизонтально рахат қой кәдімгідей. Қалайсыздар, жалпы шаршамадыңыздар ма? Тек ең басы ғой бұл. Қазір бір 500 метр жүрген шығармыз. Тағы 2,5 километр бар, бірақ уже тік, да? Подъем мынандай резкий. Мынандай подъем. 2,5 километр примерно 6-7 километр секілді. Тауда басқаша ғой. Қыз қайтам дейді ол уже. 700 метр жүрдік па, жүрмедік па? Жасыңыз нешеде? 30-да. Ой, жассыз ғой әлі? Жассыз ғой. Давайте демалып алыңыз кішкене, сосын жүреміз. Қысқы, жазғы сезон. Әр сезонның өзінің кереметі бар ғой. Керемет қой? Таза ауа. Қалайсыз? Күшті. Қалай ощущение? Өте керемет. Керемет па? 1 километрде жүрдік. Табиғат. Сайрам өгемнен жақсам, жеңілдеу. Бұл жер жеңілдеу. И көріністер күшті бұл жақтың. Дала да? Сайрам өгемде көбінесе айналаның бәрі тау ғой. Бұл жақта айналаның бәрі дала. Керемет көріністер. Сіздің есіміңіз кім? Шынар. Неше рет келдіңіз Қазығұртқа? Бірінші рет. Бірінші рет ба? Бірінші рет болса күшті.
Керемет. Мына Қазығұрт тауында қазір қар аз. Почти еріп кеткен бәрі. 2 апта бұрын Дізеден келетін қар еді. Қазір кішкене қалды осы күн жағында қар қалмаған. Кішкене демалайық. 5-10 минут. Çay içsеңіздер болады. Кәдімгідей рахаттан 1 километр жүріп қойдық. Шамамен қазір тағы 2 километр жүріп қойдық. 1 километр қалды. Осы жерден көрінеді таудың басы. Таудың басы анау жерден. Ту ілініп тұрған жерде таудың басы. Жылқылар жайылып жүр. Керемет. Так, сіздің отырысыңыз күшті тоже. Күшті отырсыз. Қалайсыз? Керемет. Керемет па? Сіздің есіміңіз кім? Ердәулет. Күшті отырсыз, Ердәулет. Не деген тур ана арғы жетте өзір Ташкент. Тянь-Шань тауларының соңы осы Қазығұрт тауы. Тянь-Шань тауының ең батыс бөлігі. Ташкентпен бітеді ғой. Ташкентпен Қазығұрт тауымен. Көрініс керемет. Мына ауылдар, ана астында бізде Рабат ауылы. Рабат ауылы міне. Сосын Атбұлақ ауылы. Көрініп тұр ғой, анық көрініп тұр. Так, міне 2 километр жүріп қойдық. Уже қар басталды. Мына жерде күн түспейтін жағы таудың. Бұл жерде қар бар. Жалпы келесі апта қар жауады бұл жаққа. Қайтадан айналған бәрі қар болады. Қалайсыңдар қыздар? Шаршамадыңдар ма? Молодцы. Кішкене қалды же. 1 километр қалды. Я, төбесі көрініп тұр ғой таудың. Достар, жартысынан көпсін жүріп қойдық. Қараңыздар, қандай ауа райы тамаша. Айналаның бәрі табиғат керемет. Мына жерде кішкене қар бар. Туристермен кетіп бара жатырмыз. Таудың басына жетіп қалдық. Мына 2 тастың ортасында Нұх пайғамбардың кемесі тоқтаған аңыз бойынша. Сол жерге жетеміз. Керемет. Так, таудың басына почти жеттік. Мына жақта бізде туристер құрылыс істеп жатыр. Осында тастардан әдемі. Қараңыздар қандай керемет. Мынау жас отбасы өзінің тастарын қойып кетіп жатыр. Жақында үйренген екен. Осындай дәстүр бойынша қойып кетіп жатыр. Кейін болашақта бақытты отбасы болсын деп. Күшті керемет. О, не деген пирамиданың.
қалайсыңдар қыздар? Жақсы. Міне почти жеттік. Қараңыздар, қазір Қазығұрт тауының басында Нұх пайғамбардың кеме қалған орны. Мынау көрдіңіздер ме? Темірлер осы жерде тулар ілініп тұрған. Осы екі тастың ортасында кеме қалған дейді аңыз бойынша. Ана жолдың бойындағы корабльді ол деп ойламаңыздар, ол әшейін қыр. Оған қарағанда мына Қазығұрт тауы шамамен 10 есе үлкен. Мына бүгін қыздар айтады ғой. Әжептұрын жүрдік қой, ә? 2 сағаттай жүрдік. 2 сағаттай жүрдік. Оңай емес. Анау жолдың бойындағы қырға шейін 15 минутта жаяу көтерілуге болады. Бұл жақта әжептұрын шығу керек. Мынау екі тастың ортасында ол жай аңыз бойынша кеме тоқтаған дейді. Қалайсыздар? Таудың басына жеткен бірінші туристер шай ішіп отыр. Қазір көрсетсем қандай видпен шай ішіп отқан. Қалайсыздар? Заждались? Да, я вон жай келетқан туристермен келдім. Мына жақта вид қалаға, Шымкентке. О, класс. Шымкент бізде. Міне, ана Шноз, анау Ақ мешіт, Нұрсаттағы жаңа мешіт. Иә, жап-жақын 30 километр ғой қала. Шымкент алақандағыдай. Иә, түнде особенно әдем көрінеді. Қазір мына жақтан бізде Ташкент көрінеді. Даже егер жақсылап қарасаңыздар, телебашня анау, көрініп тұр ғой. Қазір тұманда вообще күшті көрініп тұр. Иә, Ташкент көрінеді. Қазір жақындатайын. Анау зданиялар. Қазір жақындатайық тағы. Так, мына анау телебашнясы көрініп тұр Ташкенттің. Ана жақта зданиялар, Нацбанк, парламент. Ташкентте көрінеді жақтан. Қазығұрт осы Ташкент пен Шымкенттің қақ ортасында. Міне Қазығұрт тауының басына жеттік. Бұл жерде туристермен шай ішіп жатырмыз. Айналған көрініс қараңыздар. Керемет. Шекішті. Тригопункт. Таудың ең төбесіне қойылатын нәрсе. Құтты болсын. Жеттіңіз. Қалай ощущение? Күшті болып тұр. Күшті ма? Все, давайте шай ішейік қазір. Отырып алып. Так, қалайсыз? Қалай ощущение? Бар ма? Молодцы, құтты болсын. Жеттіңіздер таудың басына. Келіңіздер енді шай ішеміз қазір отырып алып. Супер. Ауа райы күшті. Көктем болып тұр. Кәдімгі көктем болып тұр ғой. Отырып енді шай ішейік. Міне біздің дастархан. Сіздердің отырыстарыңыз вообще күшті ғой, бірақ анандай не деген, еще бөлек отырып алған күшті, мынандай видпен. Қалайсыздар? Күшті. Ощущение қалай? Қиын бе екен, қиын емес па? Қиын. Лай болды. Ой, лай ол фигня ғой. Үйге барғаннан кейін жуып жүресіз. Қолмен жуасыз ба, стиралкамен жуасыз ба? Жоқ, стиралкамен. О, тем более оңай вообще. Біз қолмен жуамыз әлі, үйде стиралка жоқ. Қойыңызшы. Иә. Аспасын. Шай ішіп жатсыздар ма? Молодцы. Так, міне қайнады. Шамамен 15 минутта қайнады. Спасибо. Пожалуйста. Аналарды да берейік. Ой, ё-моё. Мыналардың отырысы күшті негізі. Күшті отырған қыздарға шоколад берейік. Алыңыздар. Музыка қойып апты ғой, рахат ма? Уже ішіп қойдыңдар. Ё-моё, ятсыздар. Екеу отырып алып ішіп қойды. Сіздер шай ішпейсіздер ма? О, ас болсын. Так. Аналарға да берейік. Аналар да күшті отыр екен. Ой, бля. Қорқырмайық. Қалайсыздар? Не жеп отырсыздар? Ас болсын. Қазақстан шоколад.
Ас болсын. Ыстық шайдан ба ма? Ыстық шайдан? Иә, қазір төбеде келіңдер, төбеде бар. Еще қайнатып жатырмыз. Енді ары қарай угощение берейік. Алыңыздар. Ас болсын. Так. Алыңыз. Так, кімге бермедім тағы Қазақстан шоколад. Шоколадтан алыңыз. Қазақстан шоколад. Ас болсын. Сіздерде бар ма? Шоколадтан алыңыз. Күшті отырысы. Так, вроде бәріне бердім. Вроде енді өзім жеймін.